Білім ошағының оқушылары тәуелсіздік құрдастарымен кездесті. Сайын Шапақатов ауылындағы Ғұбайдолла Айдаров мектеп-лицейінің шәкірттерімен жүздесуге өңірдің бірқатар танымал жастары келді. Спорт, туризм, медицина, өнер саласының мықтылары өз ізбасарларымен пікірлесіп қайтты. Шара әдейі тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында өр мінез бабалардың ұрпағы атты форум ретінде ұйымдастырылды. Оған өлкеге белгілі жыршы Нұрмасқанов, жас дәрігер Мақсат Серік, тәуелсіздікпен қатар дүниеге келген жас спортшы Ерік Әлжанов қатысты. Олар өз жетістіктермен бөлісіп, мамандық таңдау бойынша ақыл кеңестерін берді. Өнер жолындағы, өмір жолындағы қызметіндегі жетістіктермен, жастармен бөлісіп жатыр. Біздің оқушыларымызға үлгі көрсетіп жатыр. Бір жағынан бұл мамандыққа баулу есебінде ұйымдастырылып отыр. Тәуелсіздіктің құрдастары 30 жасқа келген жігіттер мен қыздар, бұлар өздерінің өмірлерінде үлкен жетістікке жеткен жастар, соны жастарға үлгі көрсету ретінде бүгінгі форумды ұйымдастырдық. Көктем желбіреген кезде өте қуанасың, әнін ашып қалған кезде көзінен жас аласың кейбір жастарда. Сол сияқты мен өте қуаныштымын осы тәуелсіздік құрдасы болғаныма. Тек еліміз дами берсін,